Сіз өмір бойы сүт іштіңіз. Анаңыз да берді. Дәрігер де ұсынды. Сүт – кальций, сүт – сүйек, сүт – денсаулық деп естідіңіз. Бірақ бүгін мен сізге ешкім айтпаған шындықты айтамын. 50 жастан кейін сүт ішу денеге пайда ма, зиянда? Жауабы сізді таңғалдырады. Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Мен Нұреке дәрігер. Бүгінгі ақпарат бос сөз емес. Гарвард университетінің ғалымдары 20 жыл бойы 70 мың адамды зерттеді. Шведиядағы Упсала университеті 16 жыл бойы 60 мың адамды зерттеді. Жапониядағы национальдық онкология орталығы да осы мәселені зерттеді. Олардың нәтижесі бір болды. Және бұл нәтиже сүт өнеркәсібін дүр сілкіндірді. Өйткені олар анықтағанды ешкім айтқысы келмейді. Бүгін мен сізге айтамын. Соңына дейін қараңыз. Өйткені соңында ең маңызды сұраққа жауап беремін. 50 жастан кейін сүт ішуге бола ма? Егер болса, қандай сүт? Қанша? Қашан? Осы ақпарат пайдалы болады деп ойласаңыз, қазір лайк қойыңыз және каналға жазылыңыз. Жаңа пайдалы видеолар жиі шығады. Бастайық. Алдымен сүт туралы не білетінімізді айтайын. Және қайсысы шындық, қайсысы миф екенін анықтайық. Бірінші миф. Сүт ішсең сүйек берік болады. Бұны бәріміз естідік. Мектепте айтты, дәрігер айтты, жарнама айтты. Бірақ шындық қандай? Гарвард университетінің ғалымдары дәл осы сұраққа жауап іздеді. 70 мың әйелді 20 жыл бойы бақылады. Нәтиже. Күнде 2 стақаннан артық сүт ішкен әйелдерде сүйек сімуі сүт ішпейтіндерге қарағанда азаймаған. Тіпті кейбір топта артқан. 20 жыл 70 мың адам. Бұл үлкен зерттеу. Нәтижесі сүт сүйекті сақтамайды деген қорытынды. Неге? Өйткені сүттегі кальций сіму үшін D витамині керек. D витамині жетіспесе, кальций сіңбейді. Сүт ішесіз, кальций бар, бірақ сіңбейді. Несеппен шығып кетеді. Сонымен қатар сүттің ішіндегі ақуыз денеде қышқылдық реакция тудырады. Дене бұл қышқылдықты бейтараптандыру үшін сүйектен кальций алады. Яғни сүт ішкенде сүттен кальций кіреді, бірақ сүйектен де кальций шығады. Нәтиже теңгерімсіз болуы мүмкін. Екінші миф. Сүт баршаға пайдалы. Жоқ, дүние жүзі халқының 70%-ында лактаза ферменті жеткіліксіз. Лактаза сүттегі лактозаны қорытатын фермент. Бұл фермент болмаса, сүт қорытылмайды. Іш кебеді, газ шығады, диарея болады, жүрек айныды. Қазақтарда лактоза сезімталдығы өте жиі. Неге? Өйткені бабаларыңыз негізінен ашытылған сүт өнімдерін ішкен. Қымыз, айран, шұбат. Тікелей сүтті аз ішкен. Сол себепті лактаза ферменті генетикалық деңгейде азырақ. Егер сіз сүт ішкеннен кейін ішкебетін болса, газ шықса, жүрегіңіз айнитын болса, бұл лактоза сезімталдығы. Сіздің денеңіз сүтті қорыта алмайды. Үшінші миф. Майсыз сүт пайдалырақ. Швед ғалымдары анықтады. Майсыз сүт ішкен адамдарда сеніздік, майлы сүт ішкендерге қарағанда жиірек кездеседі. Таңғаларлық, иә? Бірақ себебі бар. Майсыз сүт тез сіңеді. Инсулинді күшті шығарады. Аш боласыз, тағы жейсіз, салмақ өседі. Сонымен қатар сүттегі май А, Д, Е, К витаминдердің сіңуі үшін керек. Майсыз сүтте бұл витаминдер бар, бірақ сіңбейді, пайдасы азаяды. Осы ақпарат пайдалы болды ма? Лайк қойыңыз және каналға жазылыңыз. Жаңа пайдалы видеолар жиі шығады. Енді 50 жастан кейін сүт денеге нақты не істейді айтайын. Бірінші әсер. Асқазан қышқылдығы өзгереді. 50 жастан кейін асқазан тұз қышқылы азаяды. Тағам баяу қорытылады. Дәл осы кезде сүт ішсеңіз, сүт асқазанда ұзақ тұрады. Ашиды, іш кебеді, жүрек айниды, ауырлық сезіледі. Кейбір адамдарда рефлюкс күшейеді. Өңештен қышқыл шығады. Екінші әсер. Қабынуды күшейтуі мүмкін. Жапондық ғалымдар анықтады. Сүттегі казеин деген ақуыз кейбір адамдарда қабынуды күшейтеді. Буын ауруы, артрит, тері проблемалары сүттен байланысты болуы мүмкін. 50 жастан кейін буын ауруы бар адамдарда сүтті 2 апта тастап, нәтижесін байқаңыз. Кейбір адамдарда буын ауруы айтарлықтай азаяды. Үшінші әсер. Простата ісігінің қаупі. Гарвард университеті анықтады. Күнде 3 стақаннан артық сүт ішетін ерлерде простата ісігінің қаупі 30% артады. 30%. Себебі сүт IFPR1 деген гормонды, яғни өсу факторын арттырады. Бұл гормон ісік клеткаларының өсуін ынталандыруы мүмкін. 50 жастан кейін ерлерге сүтті мөлшерлеп ішу өте маңызды. Төртінші әсер. Сүйек туралы шындық. Жоғарыда айттым, сүт сүйекті сақтамайды деген зерттеу бар. Бірақ бұл тікелей сүт туралы. Ашытылған сүт өнімдері қатық, айран басқаша әсер етеді. Олар туралы кейін айтамын. Бесінші әсер. Холестеринге әсері. Майлы сүт, кілегей, ірімшік, қаныққан майларға бай. 50 жастан кейін бауыр майды баяу өңдейді.
холестерин өседі, тамыр тарылады, жүрекке зиян. Бірақ мөлшерін сақтасаңыз зиянды емес. 6-шы әсер – салмаққа әсері. Дүкендегі сүт жиі қант қосылған, хош иісті заттар қосылған. Мұны оқып тексеріңіз. Мұндай сүт калорияға бай, пайдасы аз. 50 жастан кейін мұндай сүт салмақ өстіреді. 7-ші әсер – терімен байланысы. Сүттегі гормондар безеу, тері проблемаларын тудыруы мүмкін. Сиыр сүті сиырдың гормондарын да қамтиды. Кейбір адамдарда бұл гормондар тері реакциясын тудырады. 8-ші әсер – шырышты қабатқа әсері. Кейбір адамдарда сүт ішкеннен кейін мұрын бітеледі, тамақта шырыш пайда болады, жөтел күшейеді. Бұл сүтке жеке реакция. Тыныс жолы проблемасы барларға сүтті азайтыңыз. Осы ақпарат пайдалы болды ма? Лайк қойыңыз және каналға жазылыңыз. Жаңа пайдалы видеолар жиі шығады. Енді дүкен сүті туралы айтайын. Мұны ешкім айтпайды. Дүкенде сататын сүт табиғи сүт емес, ол өңделген. Пастеризацияланған немесе ультрапастеризацияланған. Пастеризация дегеніміз не? Сүтті жоғары температурада өңдеу, бактерияларды өлтіру үшін. Бұл дұрыс, бірақ бактериялармен бірге пайдалы ферменттер де өледі. Витаминдер азаяды. Тірі сүт өлі сүтке айналады. Ультрапастеризация одан да жоғары температура. Сүт 6 айға дейін сақталады, бірақ ішіндегі пайдалы заттардың көбі жоғалады. Гомогенизация дегеніміз не? Сүттің майын сақтау процесі. Сүт біркелкі болсын үшін, бірақ гомогенизация кезінде май молекулалары сақталады және қанға тез сіңеді. Кейбір ғалымдар гомогенизацияланған сүттің жүрекке зиянды деп айтады. Зерттеулер жалғасуда. Сонымен қатар, қазіргі сиырлар гормондармен, антибиотиктермен өсіріледі. Бұл заттар сүтке өтеді. Сіз сол сүтті ішесіз. Яғни дүкен сүті 40 жыл бұрынғы сүт емес, мүлде басқа өнім. Онда не ішу керек? Ең дұрысы үй сүті. Таза, табиғи. Бірақ бұл бәріне қол жетімді емес. Егер дүкеннен алатын болсаңыз, қысқа мерзімде пастеризацияланған сүт таңдаңыз. Мерзімі 1-2 апта болатын. Ультрапастеризацияланған емес, мерзімі 6 ай болатын сүтті алмаңыз. Енді ең маңызды бөлімге келдік. Соңына дейін қарайтынсыз деп үміттенгем. Дәл осы үшін. Сүттің орнына не ішу керек? 50 жастан кейін кальцийді қалай алуға болады? Жауап – ашытылған сүт өнімдері. Қатық, айран, шұбат, қымыз – бұлар тікелей сүттен мүлде басқа. Неге? Бірінші, лактоза ашыту кезінде бұзылады. Лактоза сезімталдығы барларға ашытылған сүт өнімдері жарайды. Ішке белмейді, газ шықпайды. Екінші, пробиотиктер пайда болады. Ашыту кезінде пайдалы бактериялар өседі. Бұл бактериялар ішекке барады. Ішектегі микробиоманы жақсартады. Иммунитет нығаяды. Ас қорыту жақсарады. Үшінші, кальций жақсырақ сіңеді. Ашытылған өнімдерде кальцийдің сіңуі тікелей сүтке қарағанда жоғары. Төртінші, қабынуды азайтады. Тікелей сүт кейде қабынуды күшейтеді. Ашытылған өнімдер керісінше қабынуды азайтады. Швед ғалымдар зерттеді. Күнде қатық ішетін адамдарда жүрек ауруынан өлім 30%-ға аз. 30% тек қатық ішкен үшін. Қатық кальцийге бай, протеинге бай, пробиотиктерге бай. 50 жастан кейін ең пайдалы сүт өнімі. Айран ішекке өте пайдалы. Дисбактериоз барларға, ішек проблемасы барларға күнде 1 стақан айран. Шұбат қазақтың ең пайдалы ішімдігі. Пробиотиктерге бай, С витаминіне бай, иммунитетті нығайтады, асқазан демдейді. Ата-бабамыз шұбатты дәрі ретінде ішкен, және дұрыс ішкен. Қымыз ашытылған бие сүті, пробиотиктерге бай, жүйке жүйесін тыншатады, бүйректі тазартады. Қазақтың ең табиғи дәрісі. Ірімшік туралы айтайын. Ірімшік кальцийге бай, бірақ мөлшерін сақтаңыз. Күніне 30-40 грамм жетіп артылады. Тұзды ірімшіктен аулақ болыңыз. Қан қысымы бар адамдарға тұз зиянды. Қатты ірімшік. Лактоза аз. Лактоза сезімталдығы барларға қатты ірімшік жарайды. Сары май туралы айтайын. Сары май А витамині, Д витамині, К2 витаминіне бай. Тікелей сүттен пайдалырақ. Бірақ мөлшерін сақтаңыз. Күніне 1-2 шай қасық жетіп артылады. Күнге сүтті мүлде тоқтату керек. Лактоза сезімталдығы барларға, іш кебетіндерге, буын ауруы барларға 2 апта тоқтатып байқаңыз. Простата проблемасы бар ерлерге, тері проблемасы барларға, тыныс жолы проблемасы барларға. Кімге аз мөлшерде сүт жарайды? Асқазаны жақсы жұмыс жасайтындарға, лактоза сезімталдығы жоқтарға. Бірақ күніне 1 стақаннан артық емес. Қортайын. Дүкен сүті 50 жастан кейін негізге ішімдік болмауы керек.
Зерттеулер дәлелдеді. Сүт сүйекті сақтамайды деген миф. Тікелей сүт лактоза сезімталдығын тудырады. Қабынуды күшейтуі мүмкін. Простата қаупін арттыруы мүмкін. Орнына не ішу керек? Бірінші, қатық. Күнде бір стақан. Таңертең немесе кешке. Кальций, пробиотик, ақуыз. Екінші, айран. Күнде бір стақан. Ішек үшін ең жақсы. Үшінші, шұбат, қымыз. Мүмкіндік болса жиі ішіңіз. Ата-бабамыздың дәрісі. Төртінші, ірімшік. Күніне 30-40 грамм. Тұзсызын таңдаңыз. Бесінші, сары май. Күніне 1-2 шай қасық. Нанға жағыңыз. Ал кальцийді сүтсіз қалай алуға болады? Күнжет кальцийге ең бай өнім. 100 грамм күнжет күндік кальций мөлшерінің 90%. Тамаққа себіңіз. Бадам кальцийге бай. Күніне 10-15 дана. Брокколи 40 қабат кальцийге бай. Және бұл кальций сүт кальцийнен жақсырақ семеді. Балық, сардина, лосось. Сүйегімен бірге жесеңіз кальцийге бай. Тофу, өсімдік ақуызы, кальцийге бай. Бүгін бір өзгерістен бастаңыз. Ертеңгі таңертеңнен бастаңыз. Сүт орнына бір стақан қатық немесе айран ішіңіз. Бір айдан кейін буындарыңыз, асқазаныңыз, ішегіңіз қалай өзгергенін сезесіз. Осы видеоны жаныңыздағы адамға жіберіңіз. Балаларыңызға, ерлеріңізге, достарыңызға. Мүмкін дәл осы видео біреудің денсаулығын өзгертер. Осы ақпарат пайдалы болды ма? Лайк қойыңыз және каналға жазылыңыз. Жаңа пайдалы видеолар жиі шығады. Денсаулық болсын. Ұзақ өмір сүріңіз.